Сәлем достар, сіздермен Райхан. Бүгін сіздерге ешқандай тортты да, артық сырникелерді қажет етпейтін, үйде жасалынатын, шаймен ішкенде өте керемет болып шығатын, құрамында творог бар печенье дайындаймыз. Ал бисмилля, бастайық. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа қажет. 2 жұмыртқамызды жақсылап араластырамыз. Одан кейін 150 грамм қаймақ қосамыз. Екеуін араластырдым. Келесі бізде сары майдың көлемі 200 грамм болды. Кішкене ерітіп алдым. Одан кейін 400 грамм ұнды осылай илеуіштен өткізіп алып асықпай қостым. Және 1 шай қасық разрыхительді қосамыз. Енді қолымызбен жақсылап қамыр елейміз. Мына жерде қолымды бүйтіп тұрған жерім себебі майлардың барлығы түйіршіктеніп қалған, соларды ерітіп алдым да жақсылап осылай қамыр еледім. Қамырымызды осындай неге орап 15 минутқа қойып қойдым. Оған дейін салмасын дайындаймын. Салмамызға бізге 300-400 грамм творог қажет. Творогты алып, оған 1 жұмыртқа, 1 кукурузный крахмалдың, яғни ас қасық қостым, және 1 ванилинді толығымен қосып жібердім да 100 грамм сахар салдым. Сөйтіп осылай блендердан өткізіп алдым. Міне осылай әдемі, жұп-жұмсақ, нәзік болып шықты. Енді қамырымызды аламыз. Қамырдың құрамында сары май болғандықтан өте майлы, қолға тез жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан тез-тез илейміз да қамырымызға ұнды жақсылап сеуіп жаямыз. Көлемі осындай болып шығу керек. Менде чайниктің қақпағын алдым да осындай көлемде жасап алдым. Сіздер кез келген көлемді жасасаңыздар болады. Бұдан да үлкен немесе бұдан да кіші қылып жасай беруге болады. Артық қамырларды алып қайтадан илеп келесіне дайындаймыз. Мына жерде балам жүгіріп кеп камерамды қозғап жерді, айып етпеңіздер. Енді ішіне салмамызды салып, осылай 4 бөлікке былай біріктіреміз. Міне достар, дайын болды. Қызып тұрған духовкаға 180 градусқа 30 минутқа салып пісіріп аламыз. Бетіне ешқандай да жұмыртқа жақпаймыз. Оған дейін келесі қамырымды осылай жайып алдым. Начинкамды салдым. 180 градусқа 30 минутта пісіріп алдым. Онды көбірек себіңіздер, сонда қолдарыңызға жабыспайды. Енді біздің печеньелеріміз дайын болды достар. Өте керемет болып шықты. Қатты тәтті емес, қатты бір шаймен ішсеңіздер өте керемет болып шығатын, ерекше үйдегілер таң қалатын бір чаймен ішетін керемет зат болды. Чаймен ішетін деген сөйтіп 2-3 рет айтып қойыппын. Ас болсын.